Армысыздар, құрметті канал тыңдаушылары. Бізде сіздермен бүгін қазіргі таңдағы біздің жалпы әлемдегі, соның ішінде Қазақстан Республикасының аумағындағы дін мәселелері бойынша болып жатқан құбылыстар жайлы және де бүгінгі таңдағы осы ретте жалпы әлемдегі және Қазақстан Республикасының аумағындағы ахуал жайлы сөз қозғап, бүгінгі таңда осы дінге қызығушылық танытып жатқан, діннің ішіндегі ақпараттарды қай жерлерден сусындап алу керек, және де діннің ішіндегі түрлі бағыттарға солардың қайсысы дұрыс, не болмаса қайсысы қате екендігіне бірер сөз қозғап кетуге ниеттіміз. Енді барлығымызға белгілі, қазіргі таңдағы діни ахуал өте бір күрделі уақытында тұрғандығы, соның ішінде Қазақстан Республикасының аумағында бірнеше діни ұйымдарға заң шеңберінде тыйым салынған, бірақ дегенмен де заң тұрғысынан соттың шешімімен жаңағы арнайы шешім шығарылып қызметтеріне тыйым салынған болса да, бірақ та өкінішке орай әлгі осы күнге дейін де көп кей біздің жастарымыз түрлі жаңағы басқа шетте болған келген бір беймәлім ұстаздарды, беймәлім жаңағы ақпарат көздеріне сеніп, ғаламтор беттерінде солардың жаңағы жариялаған материалдарына құлақ салып, солардың жаңағы сырттан әсер еткен нәрселерін, сырттан әсер еткен ақпараттарына құлақ салып, соған сеніп, иланып, бүгінгі таңда біздің мемлекетіміз және де осыны еліміздегі жалғыз ислами діни бірлестік Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ұстанымдарына, сенім негіздеріне қайшы келетін сенімді ұстанып, ел арасында, жалпы халық арасында, соның ішінде осы діни ортада түрлі жаңағы біздің ұлттық таным түсінігімізге қайшы келетін жаңағы ұстанымдарды әкеліп іріткі салғырқы жағдайы бар екендігі баршамызға белгілі. Енді осы ретте бізге нақты керек болатын және айыра білуіміз керек болатын мәселелердің бірі, бұл ең бірінші әрине дәстүрлі ислам деген сөздің мән мағынасында жатыр. Өйткені бүгінгі таңда көп айтылатын мәселелердің бірі біздің осы мемлекетіміз Қазақстан Республикасы бұл дінмен қарым-қатынас мәселесінде зайырлық жолын ұстанатындығы белгілі. Ал енді бұл әсіресе жастарға, осыдан да біздің еліміздің әрбір азаматына зайырлық деген не нәрсе екендігін дұрыс түсіну өте маңызды. Зайырлық деген бұл атеистік таным түсінігі емес екендігін бірінші біз әрдайым түсіндіруіміз керек. Зайырлық бұл дінге тыйым салмайды, бірақ та дін өзінің қызметін жасайды, бірақ та өзінің шеңберінде. Осы ретте ислам діні бұл жерде біздің елімізде емін-еркін дамуы үшін өзінің қызметін жалғастыруының бір негізгі кепілдерінің бағыттарының бірі бұл осы дәстүрлі ислам жолы деген сөзді көп естіп жатамыз. Енді бұл жерде қазақ даласы үшін дәстүрлі ислам дегеніміз бұл енді кезіндегі осы қазақ жеріне ислам діні келіп, сол емін-еркін жайыла бастаған кезде, осы кезде қазақ халқының салт дәстүрлері, әртүрлі күнделікті тұрмыс тіршіліктегі атқаратын әртүрлі іс-әрекеттердің барлығы ислам дінмен біте қайнаса бастап, екеуі бір-бірімен сабақтастық түрінде дамып жүрген ғасырлар бойы. Осы ретте біз білеміз, қазақ даласындағы ірі тұлғалардың көбісі, ақын жырауларымыз барлығы осы ислам дінінің қайнар көзінен терең білім алып, соны өзінің еңбектерінде жаңағы көрсете білген. Енді дәстүрлі ислам дегеніміз бір қысқаша түрде айтқан кезде, бұл ең біріншіден осы біздің ұстанып жүрген амалдағы жаңағы
төрт мазхабтың бірі болған Ханафи мазхабының жолын ұстану және ақида және сенім мәселелерінде Алла тағалаға қалай сену керек, оның түсірген кітаптарына қалай сену керек, сенім мәселелерінде бұл ақида деп аталмады исламның ішінде. Осы ретте қазіргі таңда дәстүрлі ислам болып аталатын екі мазхаб, яғни екі сенім жолы бар деп айтылады. Бұл бірінші имам Ашғаридің жолы және имам әл-Матуридидің жолы. Яғни осы Самарқан жерінен шыққан үлкен ғалымдардың бірі. Сол кісінің имам Матуридидің салып кеткен осы сенім жолындағы жолын қууды, соған ілесуді, яғни соның мазхабында болуды біз бүгін таңдағы осы біздің жеріміздегі Орта Азиядағы дәстүрлі исламның астарында түсінігінде жатқан нәрсе осы сенім жолдарын ұғынып біліп, соған біліммен жетіп, осы жолды ұстануды біз дәстүрлі исламның жолы деп айтамыз. Енді өкініштісі осы дәстүрлі ислам жолын бұл қате жол деп айтып, оған түрлі мағынасын бұрмалап әкеліп, оны басқаша бір қырмен көрсететін жастарымызда бар екендігі, ол өкінішті болса да бұл шындық нәрсе. Енді осы ретте дәстүрлі исламнан тыс болған басқа нәрселерді, ағымдарды біз бүгінгі таңда деструктивті діни ағымдар қатарына жатқызамыз. Яғни бұл деструктивті діни ағымдар, яғни адам дінге келген кезде, біздің қазақ атамыз айтпақшы, адам дінге сенген кезде дінді ұстай алсаң қасиетін, ұстай алмасаң қасіретін деп қысқаша айтқан сөзі бар. Шынымен де, егер адам дінді ұстанып, құлшылығын уақытылы орынмен орындап, жаңағы діннің ішіндегі асыл құндылықтарды сақтай білген болса, дін әрине адамды үлкен бір кемел дәрежеге жеткізіп, адамның өміріндегі бір үлкен қасиетіне айналады. Ал енді өкінішке орай адам дінді дұрыс ұстай алмай, діннің ішінен тек қана бұзғыншылықты, бір шектен шығатын әрекеттерді ғана көретін болса, өкінішке орай бұл бүгінгі таңда да көп жастарымызға осы дінді ұстанудың өзі қасірет болып жатқандығы белгілі. Оның бір дәлелі, бірер жылдан бері мынау таяу шығыстағы мемлекеттерге аттанып, халықаралық террористік ұйымдардың қатарына қосылып, сол жерде қаза болған қанша жастарымыз бар. Не болмаса сол жақтан оралып келіп, қазіргі таңда түзеу мекемелерінде жазасын өтіп жатқан қанша жастарымыз да бар. Оның барлығы әрине өкінішті. Осы ретте әрбір дінге қызығушылық білдірген адамға ең біріншіден осы жаңағы айырмашылықтарды тереңірек ұғынып, әрбір қадамын діндегі ақпарат көздерін саралап отыру өте маңызды. Осы ретте мемлекет тарапынан да осы әрекеттерді болдырмас үшін де көптеген істер жасалуда, әрбір әлеуметтік желілерде болсын, интернет ғаламтор беттерінде де осы арнайы мемлекет тарапынан тексерістен өткен жаңағы әрбір басылым беттеріне жаңағы мемлекеттік мекемелерден оң бағасын алынған материалдарға қана жүгінуге біз кеңес береміз. Және де негізгі осы бағытта ақпарат көздерінен тек қана осы теологиялық жағынан болсын, исламның терең білімдеріне қатысты болған сұрақтарды тек қана осы белгілі осы біздің конфессияаралық қатынастарды талдау және дамыту мемлекеттік коммуналды мекемесінен және де өкілетті органдардан, соның ішінде жаңағы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының филиалдарынан, арнайы мешіттердің ұстаздарынан білім алу керектігін біз баса жеткізіп түсіндіреміз. Және осы мәселелерді әрбір мемлекетіміздің азаматы өзінің қырағылығын білдіріп, абай болып, тек тексерістен өткен ақпарат құралдарынан қана білім алу керек. Назарларыңызға рахмет.